Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, эфирде 30 сұрақ бағдарламасы, ал оның жүргізушісі мен Камила Талғатқызы. Бүгін бізде қонақта дене шынықтыру және өнер факультетінің білімгері Айдос Сман. Сәлем Айдос, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Мен қоятын сұрақтарға шынайы жауап беруге дайынсыз ба? Әрине дайын. Ал онда ендеше бастайық. Ең бірінші сұрағым, қай жердің тумасы сіз? Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыбастау ауылының тумасы. Неге жұму? Өйткені бұл жердің білім сапасы қатты. Мамандығыңызды өз қалауыңызбен таңдадыңыз ба? Әрине. Жайдарманға қай жылы келдіңіз? 2016-да осы жүгуға түскеннен бастап. Жайдарман сіз үшін не? Жайдарман мен үшін ішімдегі нәрсені сыртқа шығару. Өмірдегі ұстанымыңыз? Алдыға қойған мақсаттарыма жету. Ал біз білмейтін беймәлім қырларыңыз бар ма? Беймәлім қырым жоқ, барлық қырларын көрсетіп салам. Ал жайдарман мен мамандықтың қайсысын таңдар едіңіз? Екеуі де керек. Спорттың қай түрімен айналысасыз? Спортпен қатты айналысам деп айтпаймын, бірақ волейболмен анда-санда ойнаймын. Ал сіз үшін достың маңызы бар ма, және оны үш сөзбен сипаттап беріңізші? Достың маңызы бар, әрине. Дос деген сөз ол қиналғанда жанынан табылатын адам деген деп түсінемін. Жақын досыңыздың есімі? Жақын достарым өте көп. Университеттегі ең қызықты шағын оқиғаларыңыздың бірін айтып беріңізші? Университетте ең қызықты оқиғам КВН ойнап жатқан кезде КВН-де барлық сценарийді ұмытып қалып, басқа бірдеңе ойнап кеттім. Мектеп пен универдің қайсысы жақын болып келеді? Мектеп пен университет, мектеп балалық шақты еске түсіреді, университет ересек шақты еске түсіреді. Мектеп жақын ғой, балалық шақ болды. Ал адамның бойында жағымды және жағымсыз қасиеттер болады. Өз бойыңыздан жағымды және жағымсыз қасиеттің үш түрін атап өтсеңіз. Жағымсыз қасиеттерім: тез ашуланамын, қырсықпын, жағымды жақтарымды достарымнан сұраңыз. Ал фобияңыз бар ма, неден қорқасыз? Жақындарымнан айырылудан қорқамын. Тамақты талғап ішесіз бе? Жоқ, жей беремін. Өмірде өкінген кездеріңіз болды ма? Болды. Ал сағатты қай қолыңызға тағасыз? Сол қолыма тағамын. Өзіңіздің қасынан көретін қыз баласының бойынан қандай қасиеттерді бағалайсыз? Енді әрбір ер азамат өзінің болашақ жарын иманды, қарапайым, тәрбиелі болған қалайды ғой. Мен бірақ ондайды қаламаймын, маған әдемі, ақылды болса жетеді. Ал алдағы уақытта отбасын құру ойыңызда бар ма? Бар, бірақ әлі емес, 3-4 жылдан. Ал сол 3-4 жылдан кейінгі Айдос қандай болмақ? 3-4 жылдан кейін Айдос 2 баланың әкесі болмақ. Сүйікті актеріңіз бар ма? Бар, Джеки Чан. Ал қасыңызда үнемі табылып жүретін үш затыңыз? Телефон, наушник, зарядка. Әлеуметтік желіде қанша уақыт белсенді болып отырасыз? Әлеуметтік желіге 24 сағаттың 18-19 сағат отырып. Телефонды ең ұзақ қолданбаған кезіңіз есіңізде ме? Түнгі сағат 12-ден таңғы 7-ге. Алдағы уақытқа қойған армандарыңыз бар ма? Орындалған кезде айтыңызшы. Өміріңіздегі ең үлкен жетістігіңіз? Өмірдегі ең үлкен жетістігім осы жүгуда 2 жыл қатарынан үздік ойыншы атанғам. Ары қарай да үлкен белестерді бағындыра беріңіз. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Алғысым шексіз. Рахмет. Бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.